құрметті көрермен, мынау картридждер Hyundai Sonata UF заводтан газбен шыққан көліктердікі, таза газ. Мынау грубый очистки дейді, мынау тонкий очистки. Мынау картридждер. Бұның фильтрлерді сада тура осы сыртында тек қарауға болады. Ол фильтр целиком таза. Мынау ішіндегі картридждер. Картриджді ауыстырсаңыз болады, ешқандай несі жоқ, мәселесі жоқ, қиындығы жоқ. Мынау міне, мына грубый очисткидің нөмірі, осы нөмірін іздеп тапсаңыздар болады. Мынау міне, мынау 33095 3К А0. Мына тонкий очистки картридждің нөмірі. Мен көлікті 5 жылдан асып бір теуіп жүргенмен ауыстырған жоқпын. Мына фильтрлерді ауыстырған жоқпын. Ешқандай проблем жоқ, мәселе жоқ. Тек кеше форсунка тазалағанда форсунка кір болды. Форсункалар тазаладым, енді мыналарды ауыстырып жіберейін деп шештім да. 6 жылда, 5 жылда кілеп кеткен шығар дедім. Өйткені біздің жақтың газы нашар дейді елдер. Сондықтан осы екі фильтр картриджді ауыстырып жіберсем деп отырмын. Шешу ауыстыру қиындық тудырмайды, бірақ біздің жақтан естушілер ауыстыруға қорқады. Жаңа біразын араладым. Естудағылар газ орнататындарға сілтейді. Газ орнататындар тек өзіміз қоятын газбен ғана, заводмен ғана айналысамыз, өзіміз қоятын боламыз. Заводской баллонға газ определенный тиіспейміз дейді. Мен айналыспаймыз, тиіспейміз, мен айналыспаймыз дейді. Яғни қорқады деген мәселе ғой деп ойладым. Ал бұл негізі ауыстыру ешқандай қиындық жоқ. Қолдарыңызда құрал жабдық болса ауыстыруға болады. Мынау тонкий очистки машинаның төменгі жағында тұрады, артқы балкасында. Мынау газ құйғандағы горловина мен баллонның арасында тұрады. Тонкий очистки, мынау грубый очистки. Екі картридж. Менің машинамдағы, енді ойлаймын, кілеп кеткен шығар деп, соны ауыстырып салайын деп шештім. Астанадан іздеп таптым осы екеуін. Енді ауыстырам. Ауыстырғанда көрем. Мүмкіндік болса видеоға түсіріп көрем ескімді. Әзірге осы. Іздесеңіздер табуға болады. Арнайы осында Кореяда шыққан көліктерге сататын дүкендерден қарасаңыз болады. Дубликат емес, мынау оригинал. Мынау оригинал, мынау дубликат. Дубликат. Несі шықпайды. Оригиналда шықпайды. Бірақ Кореяда жасалған, дубликаты Кореяда жасалған. Міне. LP фильтр Made Корея деп тұр. Мынау енді оригинал. Голограммасы бар. Жақсы. Газбен көліктер өте тамаша. Тартымы да ешқандай газдан қорқып керегі жоқ. Мен 5 жылдан асты теуіп жүргенмен 35 градуста да аязда қысады, машина сыртта тұрады. Ешқандай проблем болған жоқ. Сондықтан ойбай газ екен деп қорықпаңыздар. Мысалы мен айттым, мына фильтр, сіздер бензин фильтрін қанша рет ауыстырасыздар? Мен 5 жылда бірінші рет ауыстырайын деп отырмын. Мына екеу.